Сәлем достар, мен Гүлшар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында манты дайындаймыз. Манты дайындамас бұрын біз бірінші қамырына көшеміз. Қамырға бізге ұн, жылы су, бір жұмыртқа және тұз қажет. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді қамырымызды жарты сағатқа жауып қоямыз. Мантымыздың начинкасына домашний фарш, 4 штук пияз, 2 картоп және мен тыква қосайын деп тұрмын. Ал енді осылардың барлығын кубиктеп турап алып фаршымызға қосамыз. Міне фаршымызға көкөністерді кубик қылдырып турап алдық. Енді дәміне қарай тоз бұрышын қосамыз. Енді мен сіздерге өзімнің құпияммен бөлісейін. Бір ас қасық майонез қосамыз және осының үстіне кішкене толар-толмас, кружкамен толар-толмас қайнаған су қосып жібереміз. Міне осылай қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Сосын квадратик қылдырып кесеміз. Нанымды түрпіштеп турап алдымда осылай кесіп, фарштарды бірде қылдырып салып шықтым. Енді нанымызды осылай видеодағындай жабыстырамыз. Суымыз қайнады. Енді мантымызды 45 минутқа қоямыз. Міне біздің мантамыз дайын. Осы менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Ас болсын.